Ауызашарда шайға бір тәтті жасағыңыз келсе, осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Бұл пирогтың аты воздушный сметанник деп аталады. Өте дәмді, жеңіл, жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Құрамына да көп заттар кетпейді. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 200 грамм ұнымызға електен өткізілген 100 грамм салқын сары майымызды салып, осылай ұнға аунатып жіберіп, өткіштен өткізіп аламыз. Крошка жасайтын боламыз. Оған 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып, бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте 2 таза құрғақ ыдысымызға осылай 2 жұмыртқаны ақ уызы мен сары уызынан ажырататын боламыз. Өте мұқият болыңыздар, сары уызы ақ уызына тамып кетпеу керек. Ақ уызын бөлектеу бір шұңғыл ыдысқа, миксерлегенге ыңғайлы ыдысқа салып алып, сары уызына 50 грамм қантымызды қосып, осылай қантымыз кішкене ергенше араластырып аламыз. Осы массаны жаңағы дайын болған крошкалы қамырымызға ортасына құйып, жақсылап біркелкі болғанша қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін целлофанға салып, 30 минуттай тоңазғышқа қойып қоямыз. Оған дейін 2 жаңағы дайындап алған ақ уызымызды миксерлеп, кішкене көпіргеннен кейін қантымызды салып, барынша миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғаннан кейін дайындап қоямыз да, келесі заттарды сала бастаймыз. 250 грамм 20% қаймақ және үстіне 100 грамм қоюлатылған сүт құямыз. Осы 2 затты лопаткамен жақсылап араластырғаннан кейін 2 ас қасық ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыз біркелкі болып, массаға араласқанша жақсылап араластырамыз. Жаңағы дайындап алған ақ уызымызды осылай бөліп біртіндеп салатын боламыз. Және де ақ уызымызды басып алмай, төменнен жоғары қарай күрекшенің көмегімен ақырын баяу араластыратын боламыз. Міне салмамыз дайын. Ендігі кезекте тоңазғыштағы қамырымызды шығарып, формамызға салып, ортасын осылай вилкамен бір қабат тесіп шығамыз да, жаңағы дайын болған салмамызды құямыз. Цельсий градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Міне біздің пирогымызды әбден суытамыз алдымен. Кем дегенде 2-3 сағат көлемінде суы керек. Әдемілеу өз қалауларыңызша жүргізіледі. Мен кішкене шоколадтың бір бөлігін алып, кондитерлік қалташаға салып, үстіне ыстық суды құю арқылы ерітіп алдым. Және осылай ораза қабыл болсын деген сөзді жазып алдым. Өте әдемі шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналдағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.
Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.